Көріп тұрғандарыңыздай 5 күнде қанша айдың 5 объект па? 5 квартира сатып тастадық. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Құдай қаласа. Қанша болса примерно рекорд бұзуға болады Дубайда қазақтардың арасындағы рекорд? Қанша квартира айдың? Рекордқа әлі алыспыз. Бірақ иншалла жаңа біздің сенің аудиториямен жетіп қалуға қазір ағалар бар да, короче, по крупному кіргізуге бар. По крупному яғни олар 10 квартира алады, 15 квартира алады. Сондайларға қандай выгода бар, мысалға? ондай кісілерге мен дәл қазір жақсы ұсыныс бар. Жалпы енді былай айтып кету керекпіз. Қазір оразаға жақындап келеді. Бұл сату саласында Рамазан офер деген жүреді, яғни оразаға байланысты, Рамаданға байланысты жақсы арнайы ұсыныстар болады. Сол ұсыныстарды пайдаланып қалып, жаңағыдай 5 адамға, 10 адамға жиналып, жақсы үлкен суммаға инвестиция жасаса, конкретно бір теңгені айтайықшы, теңгені. Мысалға, қазір бір адам келеді, мен клиентім келеді. Келді осылай. Бір квартира алады, мына жерде, примерно, осынша миллион алады. Если солай бір кісі 10 квартира алатын болса, за каждый квартирадан қанша экономия алады? былай айтайық, шаршы метріне айтайық та. Бір шаршы метріне былай даладан кіріп, бір квартира сатып алған адам, шаршы метрін $3,400 сатып. $3,400, я ол жаңағыдай Дубай ленд деген жерде орналасқан. Долларға шаққанда 1,700,000 сондай болады, дұрыс па? Теңге. Тек Алматыда қойудың бағасымен бірге отыр ғой. Атак экономить ететін болса, Қиып жібереміз, қателестім. Бір шаршы метрі $4,300 болады. $4,300 болады. Ал егер біздің адамдар жаңағы бірігіп оптом алатын болса, шамалы $3,000-ға алып болады. $1,300. $1,300 квадратынан пайда болады. Ол болашақта сатқан кезде инвестиционный доход. Сонда мынандай бір этаж полностью сатып алынады да, дұрыс па? Әрине. Бір этажды полностью сатып алсақ $3,000-дан, егер де бір квартира алынатын болса, $4,300-дан бір шаршы метр. Автомат түрде болып виза. Автомат түрде болып виза. Енді әрине оның инвестициясы жаңағыдай этажға алынғандықтан 2 миллион дирхамнан немесе $550,000 асады. Сондықтан оған ол виза жүреді әрине. Енді қараңыз ба,